Мынау қосымша құн салығына байланысты қосымша құн салығы халықтың қалтасына тікелей әсер етеді. Міне осыған байланысты Европа елдерінде қосымша құн салығының екі шкаласы бар. Біреуі мынау өнеркәсіптік товарларға, екіншісі азық-түлікке қосымша құн салығы Европада төмен. Германия, Нидерланд, Францияда оларда 10%-дан төмен. Менің ойымша, өкімет бізге келгенде, осы біз қосымша құн салығына екі шкаланы пайдалануды ұсынатын шығармыз деп ойлаймын. Мен өзім сондай ұсыныс жасаймын. Ал енді бензинге келетін болсақ, бір жағынан біздің көршілерімізде бензин қымбат. Өзбекстанда қазір бензин 480 теңге, Қырғызстанда да бізден қымбат. Бірақ екінші жағынан біз өзіміздің халқымыздың қалтасын ойлауымыз керек. Өйткені экономикалық жағдай қиындайтын болса, халқымыздың әлеуметтік деңгейі өте төмен түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан осы жерде халқымыздың әлеуметтік деңгейінің төмендеп кетпеуінің белгілі бір моделін қазір үкіметпен бірге қарастыратын боламыз.